Армысыздар құрметті тыңдармандар. Алдарыңызға қысқа екі сценарий атты әңгімені ұсынамыз. Әңгіменің авторы ғибратты әңгімелер. Жанұяңызбен таңертеңгілік ас ішіп отырсыз. Балаңыз кофеге тиіп кетіп, кофе сіздің көйлегіңізге төгілді. Оған ұрсасыз. Кофені төккен үшін қатты айыптайсыз. Бала ренжіп жылай бастайды. Енді кезек әйеліңізге келіп, ыдысты үстелдің шетіне қойған үшін оған ұрсасыз. Бұдан соң қысқа тартыс өтеді. Ашуланып көрші бөлмеге барып көйлегіңізді ауыстырасыз. Қайтып келгенде балаңыздың тамағын ішпегенін, сабаққа кетуге дайындалмағанын көресіз. Және мектепке апаратын автокөлігінен қалып қояды. Жұмысқа тез шығуыңыз керек. Асығып автокөлігіңізге барасыз. Балаңызды мектепке апаруыңыз керек. Кешіккендіктен жол ережелерін сақтамай, жол полициясы тоқтатады. Осыдан мектепке кешігіп барасыз. Балаңыз сау болды деместен мектепке кіріп кетеді. Жұмысқа 1 сағат кешігіп барасыз. Сөмкеңізді үйде қалдырғаныңызды байқайсыз. Күніңіз жақсы басталған жоқ. Бұдан да нашар болама деп ойланасыз. Басыңыз ауырады. Кешке үйге қайтуға асығасыз. Үйге барғанда таңертеңгі оқиғадан кейін араларыңызда салқындық туғанын байқайсыз. Бұлардың барлығы таңертең қалай әрекет жасағаныңызға байланысты туындап отыр. Неге күніңіз жаман өтті? Күніңіздің жаман өтуіне сол 5 секунд ішінде балаңызға ұрсуыңыз себеп болды. Негізінде бұлай істеуіңіз керек еді. Үстіңізге кофе төгілді. Балаңыз жылағалы тұр. Жай ғана жарайды балам, әдейі істеген жоқсың ғой. Енді құпты болуға тырыс десеңіз еш нәрсе де болмас еді. 2 сценарий. Екеуі де бірдей басталды, бірақ соңы әртүрлі.